Сәлем достар, менің ас үйіме қош келдіңіздер. Бүгін біз ерекше дәмді болып шығатын пленный әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, 3 ас қасық қант және қайнаған 1 кесе су және 1 кесе ұн керек. Ең бірінші 2 жұмыртқамызды жарып алып, оның үстіне қантымызды салып, араластырып аламыз. Оны араластырып болғаннан кейін осылай қайнаған жылылау суды құямыз. Оны да жақсылап араластырып алып, оның үстіне сұйық майымызды құямыз. Яғни сұйық майымыз құйып болғаннан кейін оларды жақсылап араластырып аламыз. Енді оның үстіне ұнды салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Яғни түйіршік қалмауы керек. Біз енді тестамыз қою болып қалмас үшін тағы да соданы жылы суға араластырып үстінен құямыз. Яғни сұйықтау болу үшін. Сөйтіп барлығын жақсылап араластырып аламыз. Достар, менің жасап жатқан қимақтарым сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде қоңыраушаны басып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Міне біздің қимақтарымыз өте әдемі болып шығып жатыр. Сіздерге де ұнап жатса, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.